Сәлем достар, мен бүгін сіздерге жасау керек екенін жолдарын көрсетемін, құралдар қандай керек, сол туралы видеомыз болады. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Сіздерге қиын емес, маған приятно. Бізге ол үшін қайшы керек? Двухсторонний скотч керек, және біздің дайын қиып алған қағаздарымыз керек. Мына қағазды негізі 260 граммдық бетпен, А4 бетпен шығарған жөн. Мынау біздің беткі жағы киндеріміздің, әлі жабыстырған жоқпын. Сосын мынау екі шеті, астыңғы бөлігінің шеттері 3 бөлік шығарып аласыз, осылай. Сосын мынау дносы, астыңғы жағы киндердің. Осылай домалақтап кесіп аламыз. Бұның шаблондарын бәрін алдыңғы видеода қалай жасау керек, қалай шығару керек, сол туралы видео болған. Соған өтіп көрсеңіздер болады. Мынау крышкасының, яғни бетінің екі шеттері, шет айналдыра жасалады. Ол үшін мына кішкентай бөліктеріне, астыңғы және үстіңгі бөліктеріне двухсторонний скотчты каждый әр бөлігіне жабыстырып шығамыз. Жабыстырып шыққаннан кейін оны міне астыңғы бөлігін біреуін дайындап қойдым. Астыңғы бөлігіне мындай домалағына соппа, яғни соған мына жабыстырған двухсторонний скотчпен жабыстырған бөлігімізді мына каждыйына бүйтіп жабыстырып домалақтап басып осылай болып шығады. Сонда осындай дносы шығады. Бұны кішкене қаттылау бетке шығарған жөн. Мынау жаңа жылға арналған сыйлық, балаларға арналған ішіне конфет, ойыншық салып балаларға сыйласақ болады жаңа жылға. Өте актуальный. Және де мына беткі жағына да осы кішкентай бөлігіне, беткі жағын шетіне жабыстыратын бөлігіне оғанда каждыйына двухсторонний скотч жабыстырып шығамыз. Сосын мынаны бүйтіп жабыстырып қоямыз. Қазір мен сіздерге қалай болатынын көрсетемін. Мінекей достар, мына шеттеріне двухсторонний скотчты жабыстырып шықтым. Қазір мына кішкентай бөліктерін бүйтіп бүктеп, каждыйын бүктеп шығамыз да, соны мына киндеріміздің бетіндегі бөлігіне жабыстырамыз домалағына. Қазір жабыстырып болғандағы результатын түсіріп көрсетемін. Қараңыздар достар, міне бір жақ бөлігін жабыстырып болдым. Енді кішкентай ғана бөлігі қалды. Міне двухсторонний скотчтар мына жерде жабысып тұр. Каждый бетіндегі пленкасын аламыз да. Айта кететін жағдай, мына бөліктердің қосқанда екі жағына двухсторонний скотчпен жабыстырып қоямыз. Мына екі бөлікті біріктіру үшін. Мына жер мен мына жерін біріктіру үшін двухсторонний скотч керек болады. Сол жерлерге. Қазір мынаны жабыстырамыз осылай. Міне достар, біз екі бөлігі дайын. Үстіңгі бөлігі, астыңғы бөлігі. Қазір мынаның ішіне домалақтап қағаз кесіп жабыстыра саламыз. Сонда асты жағы қаттырақ болады. Және де міне біздің қақпағымыз, крышкасы. Оны былай жабамыз. Сонда кулек секілді балаларға жаңа жылға сыйлық ретінде беріледі. Өте әдемі. Өздеріңіз жасап үйреніп алыңыздар. Егер цветной принтеріңіз болмаса, любой фотопечать жасайтын жерге барып, А4 форматта шығарсаңыздар болады. Қалай жасау керек екен шаблондарын барын алдыңғы видеода көрсеттім. Сіздер де осылай жасап үйреніңіздер. Өте әдемі. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписка жасап, лайк басыңыздер. Сау болыңыздар. Келесі видеомыз 40 шелпекке арналған бомбоньеркиді қалай жасау керек, соның шаблонын қалай жасау керек, сол туралы болады. Тағы да көп видеолар болады. Хит жасау керек, кестесін қалай жасау керек. Менің каналыма жазылыңыздер.